Мен Раев Нұрлан, Қытаймен бизнес курсының 4-ші топ түлегімін. Алматы қаласында оқыдым. Қатысардың алдында кішкене қатты қобалжыдым, қатты қорқтым. Себебі өзім компьютерді толық меңгере алмаймын. Сол жерден барын өздері үйретті. Жаңа Қытаймен қалай бизнес жасау керек, Қытайдан қалай товар алдыру керек, соның бәрін үйретті. Бұлай жалпы қарағанда ол жерде ешқандай қиын ешнәрсе жоқ екен. Достарым, таныстарым бәрі тендермен айналысады, солардың тендеріне мен қызығатынмын. Бірақ олар жаңағы тендерден қатысады, ұтқан заттарын олар көбінесе барахолкадан, ялянан, соқтардан іздейтін. Қытаймен бизнес атты мастер-классын көріп, үйреніп, Қытайдың заводтарына тікелей шығатын досты болдым. Содан өзім үйге келіп, әйелімен ақылдасып, өзіміз жеке ИП ашып, сонымен тендерге қатыса бастадық. Тендер дегеніміз ол мемлекеттің ұсынған товарын кім арзан бағада жеткізіп бере алады, ол сол ұтады тендерді. Ол арзан баға, арзан товарлар қайда? Ішкі Қытайда. Алматы қаласында бизнес жасау, ақша табу өте қиын деп ойлайтынмын. Өйткені бұл Алматы қаласында конкуренция өте жоғары. Ешқандай қиын ештеңкесі жоқ. Мен сияқты опыты жоқ адамдар да ақша тауып жатыр. Содан госзакупке тіркеліп, порталына тіркеліп, сол жерден күнде порталды қарап отырамын. Госзакуп порталынан Алматы су мемлекеттік мекемесіне 23 электросамокатын ұтып алдым. Әр электросамокат 120 мың теңгеден. Сөйтіп мен Қытайдан бір электросамокат 65 мың теңгеден таптым. Ол маған Алматыға келуімен 86 мың теңгеге шықты. Сонда әр электросамокатта маған 34 мың теңгеден таза маржам, таза пайдам 770 мың теңгені құрады. Мен әні бар оқимын деп жүрдім. Содан өзім бір нақты шешім қабылдап, барып оқыдым. Көзді жұмып, нақты шешім қабылдау керек. Ол жүрсең жүре бересің. 60 жас, 85 жас, Құдайдың берген жасында жүре бересің. Рахмет осы Елдосқа бар білгенін үйретіп бізге үйреткеніне мыңда бір алғыс.